Мантының қамырына асқабақ қосып еледім о қыздар. Мына қамырға сындым ғой мен кәдімгідеше. Қамырларыңыз үзілмей жыртылмай түседі екен. Қараңыздар, ішіндегі соғы ағып, енді керемет қамыр жасап көріңіздер. Ол үшін алдымен высший сорт ұнға, жұмыртқа, сұйық май, тұз, асқабақ, піскен асқабақты қосып, қаттылау қамыр елейміз. Ешқандай су қоспаңыздар, жарты сағатқа қойып қоясыздар. Салмасына пияз, асқабақ, тартылған ет, тұз, қант, қара бұрыш, сұйық майды қосып жақсылап араластырып дайындап алдым. Суаланы теңге екіге бөлесіздер, бір бөлігін жұп-жұқа етіп осылай жайып шығамыз. Қамыр керемет қыздар, ешқандай мін жоқ, қорықпай жасап көріңіздер. Қамыр сап-сары болып осылай болып шығады. Мыжып та көрсетіп жатырмын. Орнына тез кеп қалады екен. Мантыға кескенде етіп кесіп аласыздар да, арасына салмасын толтырып салып, манты түйіп шығамыз қыздар. Осы пропорциядан 3 лист шығады ғой. Түйіп алғаннан кейін қайнап тұрған судың үстінде 35 минут пісіріп аламыз. Асқабақ қосылған манты 35 минутта пісіп шығады қыздар. 45 минут пісіріп езіп жібермеңіздер мантыны. Сонымен мантымыз дайын. Қараңыздар қыздар, мына манты енді ауыздарынан өзінен өзі ауыздарыңызға секіре беретін манты болып тұр ендеше. Дәмі деген ішіндегі суы ағып енді сочный болып шығады екен. Жасап көріңіздер. Рецептін аса лайк басып, парақшам пайдалы тіркеліп алды. Ұмытпаңыздар, ас болсын.